Мен Кушанов Ертарған Маутканович. Міне 76 жылдан фабрика ашылғаннан бері осында жұмыс істеп келе жатырмын. Осында тұрмыс жасадым, жолдасыммен. Жолдасым бірге фабрикаға жұмысқа түсіп, содан танысып, бірге тұрмыс құрдық екеміз. Содан бері міне бірге тұрып келе жатырмыз. Пока шамамыз бар, фабрикада жұмыс істеп жүрмін. 2 бала шағам бар, 2 ұлым бар, 4 немерем бар. Бұлай бақыттымын деп ойлаймын. Қасымда міне туыстарым бәрі осы фабрикада бәрі істеген, 2 үлкен апайымнан басқа. Дөңгелері бәрі осы жерде тұрады. Бәріміз как бір семья болып, бәріміз осы жердеміз. 76-тан келдім. Содан міне биыл келесі жылы 50 жыл болады фабрикада істегеніме. Ол кезде цехтар болған жоқ қой. Разнорабочий болып істедім. Одан кейін электрик болып істедім. Электрик болғаннан кейін осы жұмысқа ауысып, бір орында қазір 48 жыл істеймін. Бір орын, на одном месте. Міне рабочийден бастадым. Бригадир болдым қанша жыл. Начальник цеха болдым. Одан кейін возрастқа келгеннен бітті шаршап, қазір новый программа жастардың жұмысы ғой қазір. Это компьютер и бәрі. Одан кейін сам отказался қалуға осы орында. Қазір менің орында Фархат жүр, мен просто мастер смены бар. Маған удобно осы возрастпен сменный рабочий график. Удобно. Менің атым Ақмаева Куляр Төлехановна, бывшая фамилия Кушанова. Енді мен фабрикада 78 жыл июньнен бастап 20 жылдан артық жұмыс істедім. 2 қызым бар, 2 немерем бар. Атым Дәметкен, қыз фамилиям Кушанова, қазір фамилиям Әділбаева. Өйткені тұрмыстағы шыққан жолдасым фамилиясында. Фабрикада 79-да июньде түскім. Содан 10 жылдай істеп қалдым. Қазір тоже 2 балам бар, 1 ұл бар, қызым бар. 2 немерем бар. Цех убойда істедім. Ол тауық соятын жер болды. Қазір ЗПП ғой. Бұрынғы кезде енді цех убойы болып аталды. Сол цех убойда бәріміз істедік қой, жұмысы конвейерный. Енді онда в основном пышақпен жұмыс істейді. Сондай ауыр енді жұмысы. Сырость там, соның өзінде жұмыс істеп еңбек еттік. Сол еңбегіміздің жемісін көріп, мінекей доска почетада отырдық, коммунист болдым мен, партийный болдым. Содан кішкене бригадир болып та жұмыс істедім, сондай қызметтерде істедім мен. Соның жемісін көріп, мінекей біздің үкімет енді бізді еңбегімізді ақтап, осындай дәрежеге жеткізіп жатыр. Бауырымызды мінекей анандай республикаға дейін шығып, мінекей дипломдарын алып жатыр, ерен еңбек үшін, адал еңбек үшін медальдарын беріп, грамоталарын беріп, сондай жақсы дәрежеде жүр. Енді бізде одан құр қалған жоқпыз, бізде де сондай ударник труда, доска почетада да отырдым. Дәрежеміз көп, мақта трудовой книжканың бәрінде поощрение көп, енді сондай үлкен жұмыстарды атқарғанбыз. Мен тоже Максим жолдасы болам. 79 жылы келгем осы фабрикаға. Содан бастап осы фабрикада жұмыс істедік. Мен неше жыл істедім? 42 жыл. 36 жыл. 36 жыл істедім. Ең бірінші кірген жылдары убойный цехта істедік, фабрикада. Соятын жерде. Содан кейін развал болған кезде повар болып істедік. Повар болып жұмыс істедім. Сол. Енді біздің фабрикаға неміз шексіз. Өте ризамыз. Үлкен семья болдық. 2 ұлымыз бар, деген сияқты немерелеріміз бар. Сол жерде үй алдық. Жақсы өмір сүрдік. Өте ризамыз фабрикаға.
өкімі жоқ. Руководительдеріне, фабриканың біреуіне де өкімі жоқ. Бәрін поддерживать етіп, кім стремится етті жұмыс істеуге, солардың бәрін поддержка беріп отырды. Например, мені развалдан кейін бригадир жай не освобожденный. Серік менің жұмысымды көріп, Улымбетович, и көтерді ары қарай. Поддержка беріп, қорықпаңыз, не етпеңіз, алып жүріңіз деп. Алып кетесіз деп, жетіп көтерілгенбіз. Айыртауда оқу бітірдік. Айыртаудан жұмыс онда жоқ, ол совхоз ғой о кезде. Жас балаларды көп ала қоймайды. И 76-та фабрика уже ашылады дегенде соған арнап келгем. Ең бірінші ағам келген, Валентин Кушанов. Апрельде келді, 76-шы жылда. Одан кейін мені шақырды. Одан кейін жеңгем келді, апайым келді, қарындастарым, жолдасым бәрі. Осы жерде жиналдық. Фабрикадан опыт алып, күш жинап, сондай көтеріп кеттік. Проблем болды Иә. сонда. Мысалы, сонда жәнегі 192 жыл стаж деген, осы отырған кісілер ғана ма жоқ? Тағы да бар. Қанша мүше мысалы? Біз 10 кісіне жазған, 12 кісіне. 12 кісі жаздыңыз. Бұлай племянниктердің бәрін жазсам, который істеп шыққаннан 300-ге таяу болыр. Сол жастарға тоже сол жұмыстан қорықпау. Сенчеге отырасың? Біз өзіміз сияқты. Самое главное, жұмыстан қорықпау. Какое-то стремление болу керек. Ертең семья создавать етем, ертең болашағым қалай болады. Жұмыс істеу керек. Сондай мынандай развивающий предприятияларға жұмыс істеп көтеріліп өзін көрсету. Сондай немен болса, біздің жастар көтеріледі. Үйде отырып, маған біреу нан әкеп береді деп отыра берсе түкте болмайды. Не семья болмайды, түк болмайды. Енді фабрикада қалып жұмыс істеген адамға бәрі бар ғой. Бәрін береді. Тамақ тегін, киім тегін, автобус сапарада әкеледі. Мына Серік Құлынбекович деген последний қазір біздің директорымыз, сол кісі өте фабрикаға көп үлкен не жасады ғой. Жастарға, например, ерінбесе болды. Ерінбей жұмыс істесе, бәрі бар. Сәлдегі бар, үй береді деген сияқты. Енді өзінің ақшасын алады ғой, бірақ ақша уақытында төленеді. Ақша жаман емес фабрикада. Зарплата хороший, жұмыс істеуге болады. Өз-өзін кормить етуге болады. Болашаққа қазір жастарға бәрі бар. Жол ашық. Только ерінбеу керек, жұмыс істеу керек. Абай атамыз айтты ғой кезінде енді. Еңбек етсен ерінбей, тояды қарын тіленбей деп. Сондықтан да жастарға айтатынымыз ерінбей жұмыс істеп, өздерін көрсетіп, талпынып еңбек етсе, олардың өзінің наны, өзінің семьясына, өзінің не деген ынтадары ғой ол. Сондықтан да соларға айтатынымыз ерінбей еңбек етсе. Мына кісі жаңа айттым ғой, ең бірінші ағам келді деп. Одан кейін жеңгем деп. Мына сол кісі жеңгем. Тоже істеді. Иә. Сіз қанша жыл істедіңіз? Өзіңіз таныстырып кетсеңіз, аты жөніңіз кім болып істедіңіз? Кекіловна Кушанова ең алғашқы жұмыстан шыққанда ол кездерде профсоюз болды. Содан кейін декретный отпускадан шықтым. Одан кейін отыруға болмай уже. Содан кейін әйтеуір бір жерге қыстырылу керек деп барып разнорабочий болып істедім. Қай жерге жібереді, қандай жұмыс істеткізеді, соны істейтінбіз. Содан кейін мен чеченцы болып кішкене бір 3-4 айдай бір декретке кеткен біреу бармен еттім. Содан убойный цехқа бардым, забой болатын жерге. Содан сол жерде бірнеше жыл істедім да, одан кейін өзім кішкене денсаулығым көтерілгенде шығып деп айтылым. Центральный склад дейді, материальный склад. Иінеден басталып, неше түрлі машиналар, оборудованиелер бәрі бізден аз. Қолымыздан кесіп отыр. Енді басында үлкен кісі кладовщиктер істеді. Сол кісіден үйренген жұмысым. Қалған бір 10 жылдай артық
өзім заведующий болдым. Солай жұмыс істедік. Содан кейін уже 63-64 жасымда пенсияға кеттім. Общий стаж 40 қой. Да, 40 40. ма, 42 ма, содан. Вот 40 жыл тоже стаж. Мен жұмыстан қорықпаймын өзі. Кішкентай кезден жұмыстан қорықпаймын. Раз ұнатып мына жұмысқа келдім, перспектива бар. Мені көтеріп отырды. Бригадир, помощник бригадира, мастерға дейін. И сонымен одан семьялы болдық. Семьяны кормить ету керек. И сонымен істелініп, как не құсап өтіп шықты. Тез өтіп кетті. Өзіміз оқпай қалдық. Артқа қарасақ 50 жыл жұмыс істеп қойыппыз. Развал кезінде бәрі фабрика тоқтап тұрған өзінде мен жұмыс істеп цехты охранять етіп отырдым. Начальник қалдырды ғой. Чтоб не растащили оборудование. 2 жыл, 2,5 жыл охранять етіп отырдым. Таңертең барам, 5-ке дейін, сонда, чтоб ни один болт никто не украл. Қай жылда Бауыржан келіп кеткен, айтып кеткен, аға никаких кету пенсияға, новый цехты бата беріп, ашпағанса кетпейсіз деп. ЗПП ұл қойды. Сырье поступление көп. Котелдармен үлгермей жатырмыз ғой. Серік кеп сұрайды. Аға үлгересіз бе, істейсіздер ме? Не көріп, саспа істейіп. Соны алып шықтым ғой 2 жыл. Ана забоймен уже под 50 забой шел. И мынаны оборудованиемен 1 күн тоқтатпай алып шыққам. Хоть түні бойы мен сонда жүретімін жұмысты. 2 жыл солай жұмыс Тәрден 6-та кетем, кешкі 9-10-да келем. Мен айтамын, қалай беріліп, сондай жұмыс істеу керек, мен ұқпаймын даже. Сонда Ответственный. лишний ақша төлемейді ғой, енді өзінің 8 сағатына ғана төлейді. Бұл кісі сонда қалып, бір нәрсе қирап қалса, соны рабочийлермен бірге жүріп, до конца жөндеп, таңғы 4-те 3-те келетін. Мен айтам, саған енді былай жолдасы болған сөйлесің ғой. Медаль береме саған. Медаль беремен, неге сен солай прямо беріліп жұмыс істейсің? Ол жұмысқа барғаннан кейін, етегер сенің ответственныйсың. Маған ол кісі сеніп отырған, мен неге оның бәрін тастап кетіп қалу керекпін деп. Бұндай кісілер вообще редкий ғой, мен өзім таң қалам әлімге шейін. Алған жұмысын до конца, если он взялся, все уже. Все, до конца. Да. Бірақ фабрикаға енді өкпеміз жоқ бәріміздің, иә? Бұл кісілердің бәрі, кушанттардың бәрі керемет жұмыскер, нағыздардың бәрі, жеңгеміз болсын, үлкен ағамыз болсын, біздің үлкен ағамыз. Бәрі передовик болған, бәрі жақсы жұмыс істеген. Айтас. Холдинг из Казахстана. С большими идеями. С большим сердцем.